Қайырлы күн достар, менің арнама қош келдіңіздер. Арнама тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Бүгін сәбізден пирог дайындайтын боламыз. Ол үшін 2 сәбізімізді осылай ұсақ көзді теркадан өткізіп аламыз. 1 қасық сұйық май қосамыз, 1 жұмыртқа, 1 стақан шекерімізді қосып, ұнымызды қосып, әдемілеп тесті дайындаймыз. Және уксуспен сөндірілген ас содасын қосамыз. Мінекей біздің пирогымыздың тестасы осылай дайын болады. Енді дайын болған пирогымызды пергамент қағаз жайылған табамызға әдемілеп жайып шығамыз. Әдемілеп жайып шыққаннан кейін духовкаға пісіруге жібереміз. Әдемі болып пирогымыз көтеріледі. Пирогымыз дайын болғанша біз енді глазурымыз дайындайтын боламыз. Ол үшін осындай ыдысымызға 3 қасық қаймақ, 3 қасық шекер және 2 қасық какаомызды баяу отқа қойып 5 минут жаймендеп ерітіп аламыз. Міне 5 минут осындай баяу отта ерігеннен кейін үстіне кішкене сары майымызды салып жібереміз. Мінекей біздің глазурымыз дайын болды. Енді осы дайын болған кезде пирогымызда пісіп болады. Пирогты шырпының шетімен қарап піскен піспегенін тексеріп алуға болады. Мінекей пирогымыз дайын болғаннан кейін пирогымыз осындай болып дайын болып пісіп шықты. Мінекей пирогымыз піскеннен кейін арасын кесіп алуға да болады, кеспей қоюға да болады. Міне кесіп алып, жаңа дайын болған глазурымызды бір тегіс қылып жағып шықтым, жұқалап. Енді бетіне қалған глазурымызды жағып, бетіне әсемдік үшін грек жаңғағынсыз жақтым, салдым. Болса, банан да салып жіберсеңіз, дәмі өте ерекше керемет болып шығады. Мінекей 5-ші айына осындай пирог дайындап, шай ішуге болады. Осымен біздің пирогымыз дайын. Сіздер де жасап көріңіз. Баршаңызға ас болсын. Менің каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Және комментарий қалдыруларыңызды сұраймын. Алда көптеген қызықты рецепттермен бөлісіп отыратын боламын. Сау болыңыздар. Ас болсын.